Қайырлы күн, достар. Бүгін біз Жыланды ауылында, Жыланды бұрынғы Петровка ауылы, қазір Жыланды деп атылып жатыр. Ауылымыздың ақсақалы Қайырбек ата, Садуақасов Қайырбек. Әкеңіз аты? Әкеңіз аты? Арыстанбеков Садуақас. Арыстанбекұлы Садуақас. Арыстанбекұлы Қайырбек атамыздың үйінде. Жалпы осы кісі туралы біз сұхбат аламыз. Соған байланысты бүгін жалпы сіз біздің ауылымыздың ең үлкенісіз, ақсақалысыз деп жатыр. Сондықтан осы ауылда осыған дейін енді осы ауылға қашан келдіңіз, қай уақыттан бері тұрып жатсыз, қандай жас кезінде қандай қызмет еттіңіз, жалпы өмірлік баяныңыздан бастасақ, өзіңіз туралы таныстырып өтсеңіз. Мен 1943 жылы тудым. Туғаннан кейін әкем соғысқа қайтты. Шешем 4 жасында қайтты. Соған менің әкемнің қарындасы бар екен. Сол мені асырап, осы өндіріс ауылына алып келді. Содан өндіріс ауылында тұрып, өндіріс ауылында өстім. Оқуды 10 жылдық мектеп бар еді. 10 жылдық мектебін бітіріп, содан кейін мен бітіріп, жұмыс істеймін деген уақытта әскерге кеттім. Әскерге 3 жыл служба еттім. 3 жыл служба етіп әскерден келгеннен кейін қайрадан өндіріске келдім. Өндіріске келгеннен кейін жұмыс істедім. Жұмыс істегенде мені жай мал шаруашылығына жіберді. Сонда істеп жүрдім. Істеп жүргеннен кейін 1 жыл істеп шыққаннан кейін мені сол фермаға бригадир қойды. Сонда мен бригадир болып көп жыл істедім. Сосын үйлендім, бала шағалы болдым. Содан кейін маған директор Қызылжарбай болатын ол кезде, Жүнісов. Жүнісов содан маған айтты, сен қазақ жерінде істей алмайсың. Сенің туыстарың жоқ. Мына қазақтар 1 жыл істегеннен кейін сені шығарып тастап отырады. Олар туыстарына тартады. Сен осы жерден орыс жеріне ауыссаң қайтеді деді. Онда Жамбыл, Өрнек, Петровка, Пришимка өндіріс бір совхоз болып өтті. Сосын мен Петровка ауылына көштім. Петровка ауылына келдім. Шофер едім ол кезде. Шофер болып 3 ай істедім. 3 ай істегеннен кейін мені олар бригадирге животный отқа қойды. Директор Жетлухон болатын. Содан Жетлухон кеткенше, Жетлухон 10 жыл істеді. 10 жылда мен бригадир болдым. Солай істеп жүрдім. Ол кісі сосын ауысып кетті басқа жаққа. Мен қалдым. Мен қалғаннан кейін одан кейін ком болды. Ком Виктор Иванович болды. Виктор Иванович болғаннан кейін маған айтады, бір күні шақырып, сен бригадирді қой. Мен сені управляющийға алғым келіп отыр. Сосын мен айттым, мен қалай управляющий болдым? Мен управляющий бола алмай шығармын. Мен орысша онша жақсы чисто сөйлей алмаймын деп сөйледім. Содан кейін маған ол кісі ұрса бастады. Сен не айтасың? Мен не айтып отырмын, сен не айтасың? Мен қоям дедім, значит қоям. Содан мені управляющий қойды. Осы Петровка ауылында управляющий 10 жыл болдым. Сонысында. Содан солай жұмыс істеп, өтті өмір. Содан пенсияға шықтым.
пенсияға шығып осы күнге дейін мінекей пенсияда жүрмін. Сіз өндіріс ауылында туып өстіңіз, иә? Өндіріс ауылында Көркем ауылында тудым, өндіріс ауылына алып келді апам. Сонда мен өстім. Сонда осы өзім үйленген, әскерге барып келгенше үйленгенше жұмыс істедім. Содан кейін барып осы ауылға ауыстым. Көркем ауылында білуімше ол жақта көбінесе Қалқаман руы тұрады. Руы Қалқаман. Руым Қалқаман. Сіздің руыңыз Қалқаман. Иә. Қазір енді жалпы ол жақта туысқандар бар ғой, иә? Жоқ, менде туыс болған жоқ. Менде бір аға ғана болды. Ағам ол 73 жасында осы өндірісте қайтыс болды. Менде басқа туыс жоқ. Әуелден туыс болмады. Неге десең, әкеміз өлді, шешеміз өлді, қандай туыс табылады сосын. Олардың әке-шешемнің бұрынғы туған туысқандарын мен білмеймін, жас қалдым. Оларды білмеймін. Олар мені... Неше жаста сіз ата-анаңыздан ерте қалдыңыз? Шешемде 4 жасымда қалдым. Әкем соғыста қалды. Былай есіңізде жоқ, доктор, иә? Жоқ. Ағам болды, ол мен 3 жас үлкен. Ол да қанша білет дейсің, 3 жас үлкен болғанын кейін. Сіздің туған жылыңыз енді осы елдегі қиын қыстау заманы еді, иә? Соғыс жылдары еді. Соғыс жыл ауыр жыл, біреуді біреу біліп атқан уақыт емес ол кезде. Ол кезде сондай уақыт болды, ауыр уақыт болды ғой. Сондан соғыс жылы болғалы былай, жаңағы жетім өстік, сосын 10 жастан бастап мен жұмыс істей бастадым. 10 жасымда ол кезде тракторға 5 косилка тіркейді шабуға, соның біреуіне міндім мен. Соның біреуіне мініп жұмыс істеп, өзіме киім ондай бұны алуға. 10 жасыңызда? 10 жасыңызда? 10 жасыңызда? Сосын 10 жасымда істеп едім. Күзі күні жиналыса ашып директор маған рабочий бір жақсы ботинка подарить етті. Ол ботинка ол кезде оларды алу өте қиын, олар қымбат тұратын болатын. Соны алдым, сол ботинканы біраз жүрдім. Міне. Енді қиын қыстау замандар болды, ол кездерде жаңағы соғыс вақыты. Мен әкемнің, шешемнің туыстары білген жоқ. Маған оны ешкім айтқан жоқ. Не болмаса ол туыстар, әкем шешемнің туыстары өз бетімен келіп мені тартып, біз сіздің туысымыз деп айтып алған олар жоқ. Сондықтан мен оларды еш білмеймін. Түсінікті, иә. Енді жас кезіңіз енді еңбекпен, ерен еңбекпен өтті. Жас кезіңіз ерен еңбекпен өтті, жұмыс істедіңіз, жаңағы бастап жұмыс істеп келе жатсыз. Сол 50-ші жылдар, соғыстан кейінгі жылдары, тын игеру жылдары, сіз енді естеріңізде бар ғой, енді жас кезіңіз болды. Ол кездегі осы біздің аудандағы, біздің ауылымыздағы жағдай қандай болды? Өйткені ол жылдар біз білеміз, тын игеру жылдары еді, иә? Ол уақытта ауыл ол кезде бұл ауылдардың бәрі өз алдына болды ғой. Сонда біздің Петровка ауылы Жыланды ауылы болды. Мен өндірсе өссемде өскенімен Жыландыны жақсы білем, өйткені жаяу қарым қатынасамыз. Өндіріс ардақты жақсы ауылдың бірі болды. Басқарма ол кезде Арзыкеев Қабдолла деген болды. Арзыкеев Қабдолла басқарма болды. Ол кезде не деген
не директор осы 7 ауылға директор Қызылжарбай Жүнісов болды. Елуінші жылдарда. Ал мынау Жыланды деген атау қайдан шықты біздің мынау Петровка ауылының мынау бұрынғы тарихи атауы Жыланды дейді, Иә. Сол кезінде бір колхоз құрылған кезде бір колхоздың атауы қазір Жоқ, ол колхоз емес. қалай жалпы Мынау ауыл болды? менің естуімше жылан деп аталатыны өзеннің жегі өзім ғой. Өзеннің жегінде бір көп қамыс бір жерде өскен. Бір ойпаң бірдеңе. Сол жерге өскен жерге жаңа қамысты шауып, сол жерге үйеді. Сол үйген уақытта қамыс соған жылан таудың басынан жаңа жерге келіп, барлығы сол қамыстың астына ұя жасап көбейеді. Соны қамыс алып қанды жыландар шыққан ғой жаңа. Содан кейін барып жыланда аталып кеткен. Көп жылан болғаннан кейін жыланда соның атынан аталып кеткен. Ал осы маңайда осы біздің ауыл жақта мекендеген ауылдар болды ғой енді бұрынғы кезде. Олар көбінесе қай елдің, қай руға жатады? Қандай елдері қандай? Жамбыл бұрын солтүстік құрылыс болды. Жамбыл деп әуелде Жамбыл болған, содан кейін солтүстік құрылыс болды. Өрне қалпында қалды, өндіріс қалпында қалды. Новочеркасск, қазір Новочеркасск дейміз ғой. Сол Новочеркасск қалпында қалды. Олар осылай болған. Пришимка солай. Таскешу дейді ғой. Новочеркасск бұрын Таскешу деп еді. Ташкешу ол қазақша аталғаны. Ташкешу аталғанымен Ташкешу деп и Новочеркасск деп аталды. Новочеркасск орыстар дейтін, Ташкешу деп біз айтатынбыз. Жас кезіңіз, жаңағы үйленген кезіңіз, тұрмыс құрған кезіңіз де еске алсаңыз, мысалы, қалай ол кезде жастар? Әскерге барып келген кейін мен үйлендім. Үйленгенде жұмыс істедім. Өзім содан жұмысты істеп жүргенде мені неге бригадалық қойды. Животноводствоға. Сол животноводство бригадирде көп істедім мен. Қызылжарбай марқұм маған айтқанда, өндірісте жүргенімде, сен қазақ жерінде жүрсің, қазақ жерінде сен өспейсің. Өйткені сенің туысың жоқ. Біз қазақ бірімізге біріміз сондай тұқымымыз көп болса, неміз көп болса, соған тартып, бәле жасап, алып тастап отырамыз ғой. Сондықтан сені солай алып тастай дедім. Саған орыс жерінде өскенің дұрыс болар деп. Сол Қызылжарбай марқұм айтқаннан кейін мен ойландым, ол қалай деп өзіме ой келді. Сосын мен өндірістен Петровка ауылына көшіп кеттім. Бірақ үйленгенде өзім сонда осында келіп жұмыс істедім. 3 ай шопыр болып істедім. 3 айдан кейін мені жаңаға істеп жүргенімде главный врач ком директор болатын, главный врач Валерка Витальевич болған. Валерка Витальевич айтады комға, давай біз мына шопырды бригадир қояйық дейді. Сосын ол ком айтады, сен оны қайдан білесің? Білмейсің ғой сен. Білмегенмен мен вазит етіп жүр, білем, животноводствоға сұрағанда жаңа животноводствода жақсы меңгеріп, жақсы айта алады. Значит, ол бұрын істеген деп. Сосын мені бригадир қойды.
Содан көп жыл бригадир болып істедім осы ауылда. Петровка ауылында. Үйленген, тұрмыс құрған кезде жаңағы жолдасыңыз марқұм кісі, ол кісімен танысу, сосын бұрынғы қазіргі енді жастар қосылғанда, жас жұбайлар қосылған той болады. Ол кездерде қалай болды жалпы үйлену дәстүрі? Үйлену дәстүрі әрине өзі қазақтың нағыз болып тұрған уақыты ғой. Олар әкесі бар, шешесі бар, жігіттерге өздері қыздарын солай береді. Және бір адам мен екінші адам құда болғысы келеді, үлкендерді жақсы көреді. Солай болды. Сонда мен үйленейін деп бір қызбен жүргенмін де, ол қыздың әкесі бар, үлкен шешесі бар, жаңа туыстары көп. Сонда мен барып бір-екі шалда жібердім, маған қызым берді. Сонда айтқан екен, әкесі жоқ, шешесі жоқ, жетім балаға кім қызым береді деп. Содан маған кеп солай шалдар айтты, саған ол болмайтын жағдай, солай айтты де. Содан кейін менің көңілім қалды да, ойладым. Жұмыс істеп жүрдім де ойладым. Дұрыстап жұмыс істейін, сосын жұртқа көсіртейін өзімді қанды. Содан жұмыс істеп жүрдім. Жұмыс істеген жүргенде менің жарым жас қыз, басқа советский конституцияның қызы, бір ойын болды, сол ойында содан келді. Сосын мен сонымен танысып, сонымен соған үйлендім. Тойларыңыз қалай өтті соны? Той өте жақсы өтті. Комсомольский свадьба болды. Ағам бар да, мен тойды ағам жасады. Мал бар да, ол кезде мал жетеді. Малды сойып тұрып, ауылды шақырып тұрып, той жасады. Той солай өтті. Ол кезде не жоқ. Мысалы, қазіргідей кафе, ондай деген ол кезде жоқ. Ауылды шақырасың, үйге сыйғанша. Сосын сонда ауылға береді. Жазда болды, жазда болғаннан кейін, жазда беріп, ауылдың бәрін шақырып, ат жарыс жасады. Ат жарыс келді, оған нелер беріп, солай той жақсы өтті. Мен де осы ауылдың баласымын, енді білем, жалпы үлкендер де айтып жатады. Осы ауылда бұрын қазақтар өте аз тұрды. Мен келген уақытта, осы ауылға көшіп келген уақытта 10 үй қазақ болды. Ақан, сосын Молдахмет ең үлкені. Молдахмет, Омарбек, екеуі ағаланелі ғой. Жаңағы Ақан да оларға туды, олар жағалбайлар болды. Сосын көп болған жоқ. Бір жылдан кейін қазақтар көбейе бастады. Қазақтың көбеюі неліктен? Бір жылдан кейін Германияға немістер көше бастады. Немістерді көшкен уақытта үйлері босады. Үйлерін немістер арзанға сатты. Соны қазақтар кеп сатып алды, арзанға көбі үй алды. Содан қазақ мұнда орыстан қазақ көбейіп кетті. 90 жылдары, 90 жылдары немістер Германияға кетіп, Қазақстан тәуелсіздік алған уақыттарда орыстар Ресейге, басқа елдерге, қазақтар жан-жақтан басқа ауылда мекендей бастайды. Бүгінгі күні қазақтар көп тұрады, осы ауылда қазір. Санау 80%-ға жуық ауылда қазақтар жан-жақтан. Енді
бала шағалы болдыңыз, немере сүйіп жатсыз. Бала шағалардың бергені бар ғой. Сол барлығы өсті, барлығы оқыды. Балалардың бәрі 10 жылдық бітірді осы ауылда. Сосын өздері үйленді. Ары қарай институтқа техникумға оқы деген оларға оқисыңдар ма деп жіберейін деп ойлаған. Олар айтады, бізге оқымаймыз, бізге ол керек жоқ. Бұлайда өзіміз нетеміз. Жарайды, балалар жақсы жұмыс істеді. Институт, не техникум бітірмегенмен де үлкен балам әжептәуір қызметте істеді. Содан кейін ең үлкен балам Алтынбек мынау Асырханның больницасына келіп алды. Сонда шоу бұрып, ондай-мұндай не болып, сонда істеп жүр. Содан ол әлі күнге дейін сонда істейді. Енді сіз қазіргі қоғамдық жұмысқа да белсенді қатысып жатсыз, естіп жатырмыз. Ауылдың ақсақал ретінде сіз төрағасыз, ардагерлер кеңесінің, иә? Мен осы ауылдың үлкендердің несімін ғой, бастығы. Өздері сайлады, кімді сайлайды, негіде Дәрде марқұмдарды. Дәрде шығып, сөз сөйлеп, мені ұсынды. Сосын Дәрде айтты, біз Ком Виктор Иванович, ол кезде кішкене мінезі қатылдау, сондай жігіт болған. Мен онымен істегім, бірге істедім ғой. Сонда айтты, біз Комға қарсы шыға алмаймыз да, айта алмаймыз да, Қайырбекті сайлайық. Содан олар барлығы рас деп барлығы мені сайлады, үлкендерді бастығы. Содан мен сайландым. Содан бастап, әлі күнге дейін... 10 жылдай болып қалған шығар? 10 жылдай болып қалған шығар, е? Одан да көп болып қалды ғой. Қоғамдық белсенді, сіз шахмат ұйымдастырасыздар, е? Шахмат ойнаймыз, дойбы ойнаймыз. Өзі 5-6 жігіт бар ма? Менде кәрі емес, бірақ олар жастау. Жылда ауданның несіне қатысамыз, шахматты дойбы ойнағанда. Шахмат жағынан мен барам, көбі дойбы жағынан барады. Жақсы ойнап шығамыз, әйтеуір. Ауылдың мәселесіне де бір ауыз сөзді айтып өтсек, қазірдің ауылдағы кісілер көп мал ұстамайды, иә? Ауылдағы кісілер көп мал ұстамайтын себебі де бар ғой. Оның себебі ол қазір барлық алатын жем шөптер қымбаттап кетті. Жем шөп осы 2 жыл биыл. Осы 2 жыл өте малды азайтып жіберді бәрі. Өйткені 60 000 жемі 1 тоннасы. Оны қайдан алады? Бұрынғыдай 3 000, 2 000 емес. Сосын малдың азайғаны. Жылқы малы әйтеуір бар, қара мал азайып кетті. Қой бар. Қой ұстайды, жылқы, сиыр ұстайды. Сиыр көбі қазір ұстамайды, бірақ неге десе қазір салмайды олардың әйелдер бәрі. Тек қана подсосқа жібереді, сол подсоспен сиыр ұстайды. Бұрын ауылда тұрғанда есімде наубайхана, пекарня. Бұрын жұмыс істейтін. Қазір кезде ауылда да нанды дүкеннен сатып алатын болды. Бізде Ком Виктор Иванович өзі пекарня салғанда, үлкен қылып тұрып. Осы 3 отделениеге жететін Жамбылға, Өрнекке бізге. Сол біраз жақсы істеді біраз. Пенсияға шыққанша сол істеп тұрды. Пенсияға шыққаннан кейін ол перекодить етті.
Содан қазір істемейді. Здание сол қалпында, бұрынғы халық қалпында солай тұр. Ешкім жұмыс істемейді. Бұрын ол үш отделениеге нан сататын. Нандары қандай еді? Иә, қазір жоқ. Иә, өйткені қазіргі кезде бірнеше крестьяндық фермерлер, ауылда ұстап тұрған бірнеше крестьяндық фермерлер жұмыс істеп жатыр. Ең ірісі сол бұрынғы гранит деген, қазір Гранит. басқаша аталатын шығар. Сол бұрынғы директор. Директор сол. Қазір директорның баласы ғой. Сол ұстап тұр, Иә, сол ұстапты. Енді тағы бір мәселе, ауылды ұстап тұрған бұл мектеп. Мектепте бала саны да бұрын көп болатын. Қазірде де естіп жатырмыз, бала саны аз. Бала саны аз болатыны, енді анау немістер, орыстар жағы көшіп кетті ғой. Сондықтан баланың саны азайғаны сол. Әйтпесе бала саны онша азайған жоқ, бірақ оқып жатыр енді. Ауылда орыс қазақ мектебі бар, Иә, орысша, қазақша. Кейін кезде балабақшада ашылды. Балабақшада орысша, қазақша балалар бір сонда ойнайды, нетеді, оны басқарады, сонда тамақ ішеді, кешке дейін сонда болады. Сосын кешке жақын ата-аналары алып үйіне апарады. Балабақша істейді, балабақша жақсы. Жазда онша жақсы. Балаларын, келген балаларын бәрін, одан да кіші балаларын балабақшаға беріп, өздері жұмыс істеп, не болмаса жұмыс істемесе де беріп сөйтіп жүреді. Мемлекеттік балабақша болғанса. Енді тағы да бір сұрақтарым бар. Мынау сіз енді көпті көрген кісісіз, білесіз көп адамдарды. Мынау кезінде өндіріс ауылын басқарған Карбаев деген кісі туралы бір-екі ауыз айтсаңыз, сол туралы жастар. Қайриден Карбаевич өндіріс ауылын басқарды. Әуелде басқарғанда тура басқарған жоқ. Әуелде ол өндіріс ауылына парторг болды. Сол парторг болып істеп жүрді. Содан барып көтеріліп, парторгтан көтеріліп, өндіріс ауылын алды. Содан Новочеркасск ауылында істеді, бізде істеді. Ол өндірістің адамы ғой, өндірістің адамы? Да, Қайрадан өзі ол кісіде әке болған жоқ па, әкесі болған жоқ. Сондықтан оның туыстары өндірістікі болды. Өндірістікі болғанда ол сол өндірісте өсті, өндірісте оқыды, сол өндірістің ауылында. Тағы да бір кісі Кулагин Сергей Витальевич әкім болған кісі. Ақмола облысының әкімі болған кезінде, бірақ біздің ауылымыздан шыққан дейді. Осы ауылда шыққан. Ол кісі туралы не айтасыз? Не білесіз ол кісі туралы? Кулагин Сергей мен Валерий екеуі ағалы інілі. Екеу. Кулагин Валерия қазір ертеде олар институт бітіріп келгенде институт оқыды. Институт оқығанда оның жалғыз шешесі бар. Не жағы, тиын жағы көп жете қойған жоқта. Сонда оның нағашысы Бондаренко Михаил Егорович деген болған. Ол кісі главный затеканы көп істеп жүріп, соларды көмек беріп, оқытып, институт бітіріпті. Содан институт бітіргеннен кейін екеуі осы ауылға келді. Ауылға келген Сергей өзінің несі бойынша инженер болып істеді.
Валерий главный врач болып істеді малдарға. Содан біраз жылдар істегеннен кейін оларды халық сайлап, олар бәрі өсіп кетті. Оларға Валерий Витальевич неге кетті? Егінді көлге кетті, сонда болды. Сергей Витальевич общий облысқа кетті, облыстан көтерілді ғой. Жақсы, енді менде сұрамайтын бір сұрағым бар тағы да. Хамид Әубәкірұлы деген. Иә, Хамид Әубәкір біздің парторг болды. Ол кісімен жұмыс істедіңіз бе, жалпы кездесіп? Ертеде істеді, өзі кішкене ақсап жүретін, соғыста болған ғой, аяғына соғысы оқ тиген, бірақ парторг болып жақсы істеді осы. Парторг болып істеді, пенсияға шыққанша. Содан кейін пенсияға шықты, пенсияға шыққаннан кейін басқаға көшіп кетті. Қалаға көшіп кетті. Ол кісі, ол менің атам ғой. Мен әкем осы ауылда өсті, сол қолында. Соның қолында өсті ғой мен әкем. Бір аяғы кем, яғни соғыс ардагері, соғыстан кейін. Соғыс ардагері болды, соғыстан кейін бір аяғы протезбен жүріп, бірақ ол кісі соғыста ардагері болып не болып келді, енді жасы үлкен ғой, көп біз олардың балалары сияқтымыз. Ол кісілер үлкен болып келген. Сонда сөйтіп, өзі парторг осы ауылға. Ол кезде оққандар аз болды ғой. Сол кезде оқшалар тұрды. Балалары туралы сіз білесіз ғой, бірге жұмыс істедіңіз. Кімнің? Қалижан ата туралы. Қалижан балғым. Сіздің көршіңіз болды, иә? Иә, көршім болды. Оны институт бітіргеннен кейін агроном болып, отделениенің агрономы болып істеп, мен отделениенің бригадир болып істедім. Екеуміз біраз осы көрші осы үйде тұрдық. Оның жұбайы главный бухгалтер болды ол кезде. Бухгалтер болып істеді. Содан кейін Қызылжар совхозына көшті. Содан жүріп, осында жүргенде күйеуі қайтыс болды. Қайтыс болғаннан кейін ол Қызылжар совхозына көшті. Содан келді, біраз істеп. Содан келгеннен кейін, осында келген кейін біраз жүрді. Сосын ол кісі қайтыс болды. Тәуелсіз жылдары жаңа ғана мемлекет қалыптаса бастап, ауылда сельский совет, әкімдіктер пайда бола бастайды, иә? 90-шы жылдары сол алғашқылардың бірі, сол мен әкем де осы әкімдікте жұмыс істеді. Әкімдікте жұмыс істеді. Әкім болды, сельский совет сайланды. Дулат Хамитов. Иә, білем. Ол кісі туралы не айта аласыз, мысалы? Дулат Хамитов осы совхозда бізде істеді. Бізде істеп оны сайлады ғой. Сонда ол сайланып жас, энергичный, сондай жақсы жұртпен өте жақсы қарым-қатынасатын солай істеп жүргенде ауырды ғой. Ауырды. Жоқ, ауырған жоқ, ол неге? Не? Аварияға түсті. Жоқ, сөйтіп жүргенде авариядан қайтыс болды. Әйтпесе жақсы, әрі қарай істегенде жақсы ауылда нетіп кететін еді. Жастарға не айтасыз? Сіз енді
Ақсақал ретінде бата берсеңіз, біздің ауылдың жастары өте жақсы. Бәрі бір-бірімен төбелесу, ұрысу деген жағдай жоқ оларда. Біздің ауылға өздері институт оқиды, кейбіреуі қалаға көшіп кеткен. Солардың бәрі өздері үйін басып, нетіп, келіп, мына жерге мешіт салып жатыр. Ол сол жігіттердің білімі белгілі. Біздің ауылды көтеру үшін және халыққа кішкене қарым-қатынас жасау үшін міне мешіт салып жатыр. Бұл мешітке міне биыл 2-ші жыл болады, биыл бітіреді. Міне оларға мен көптен көп рахмет етемін кәрілер атынан. Неге десең, қалада толса да, солардың ауылды тастап кетпей көкірегінде жүргеніне. Вот соған мен рахмет айтамын. Ол балалар жақсы жасады. Міне, елге. Жақсы, онда көп рахмет сізге, ата. Сізге де рахмет. Бүгінгі біз сұхбатымыздың аяқтаймыз. Бізге сұхбат алған Қайырбек ата, сізге мың алғыс.